Сәлем достар, Даму бала арт спорт жобасының екінші бөлімі түсіріп отырмын. Көптің сұрауы бойынша, яғни менен сіздерге пайдалы, тегін ақпарат болсын, ал сіздерден қолдау ретінде подписация етіп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ал ендеше кеттік. Бұл Даму бала жобасының толық ақпараттарын бірінші бөлімінде берілді. Мен енді толықтыра өтейін. Даму бала жобасына кімдер қатыса алады? Кімдер қатыса алады, қалай қатысады, қандай құжаттар қажет, қандай лайфхактар бар, қалай өткізуге болады, тез қабылдану үшін деген секілді сұрақтар мазалап отырса, қалай оңай жолдары бар, мен сіздерге қазір рет-ретімен түсіндіріп өтемін. Сол бойынша әрекет жасасаңыздар, сол құжаттарды жинасаңыздар, бұл Даму бала жобасына қатыса аласыздар. Енді бұл Даму бала жобасы әр аймақта әртүрлі уақытта болады. Өз аймағыңыздың уақытын Инстаграм желілері немесе Даму бала жобасын ұйымдастырып отырған арнайы сайттар арқылы қарасаңыз да болады. Қай облыста, қай уақытта өтетінін салып отырады. Ендеше сіз өзіңіздің облысыңызды білесіз, қай уақытта басталатынын. Енді неден бастайын, кімдер қатыса алады, мен қатыса аламын ба, және қандай құжаттар қажет етіледі. Кез келген ИП мен ТО қызмет етуші қатыса алады. Яғни қашан ашылғаны маңызды емес, яғни сіз бүгін ИП немесе ТО-ға ашып, ертең қатыса берсеңіз де болады. Енді бұл қатысатын кісілерді, яғни жоба барысында қызмет көрсететін заңды тұлғаларды, жеке кәсіпкерлерді біз бұл жобада поставщиктер деп атайды. Поставщиктердің қандай міндеттері бар, яғни сіздердің қандай міндеттеріңіз бар, соны толықтай біліп алуларыңыз керек. Мен оны бірінші бөлімде де атап өткенмін. Сонымен қатар маңызды океттер, қандай окетпен ашылғаны дұрыс, оның барлығын толықтай қарап, соған мән беріңіздер. Океттеріңізді ИП талон, ИП уведомление алу арқылы қандай окетке тіркедіңіз, сол окетті және де лицензия деген сайт арқылы да немесе Каспиіңіз арқылы да ауыстыра аласыздар. Окетті жаңа білім беру бағдарламасына сай таңдауларыңыз керек. Сонымен қатар договор аренды жасайсыздар, кемінде 1 жылға жасағандарыңыз дұрыс болады. Сосын СС талон, СС уведомление алуларыңыз керек. Помещениеге қойылатын өзіндік талаптары бар бұл жобада. Сол талаптарды сақтай отырып, жаңағы помещение таңдайсыз, және не жилой комплекс болу керек, яғни үйден аша алмайсыздар. Сонымен қатар өздеріңіз арендаға алып ашсаңыздар да болады, немесе мемлекеттік ғимараттардан алсаңыздар болады. Ол мемлекеттік ғимараттар дегеніміз қандай ғимараттар? Мектеп немесе балабақша деген секілді. Оны алу кішкене ұзаққа созылады, бірақ алсаңыз кішкене арзанырақта түсуі мүмкін. Оның өзіндік бекітілген МРП, мемлекеттік бекітілген МРП бойынша, сол бойынша арендасын квадрат метріне қарай төлеу арқылы жалға аласыздар. Сонымен қатар келісімшарт жасау, аренда жасау кезде, арендаға жер алатын болсаңыз, аренда жасайтын кезде жалға беруші адам мен жалға алушы адамдарға керекті құжаттардың тізімін толықтай жинап алып, сол тізім бойынша құжаттарыңызды жинап, сосын договор жасағандарыңыз дұрыс болады. Сонымен қатар тренерге қойылатын талаптар бар. Сол талаптарға сай келетін адамды табасыз, және де тренерден қажетті құжаттар тізімі бар. Сол тізім бойынша құжаттарын жинап келуін сұрайсыз. Сол жинап келген құжаттары бойынша сіз өз жеке ИП-іңізға тіркеп арқылы тренерді аласыз. Сосын бұл бағдарламаға қатысатын кезде оқу бағдарламасы керек болады, яғни учебный программа. Бұл учебный программаларды бізде дайындары бар, ақылы түрде береміз. Сол бағдарламаның алу арқылы да өзіңіздің жобаңызға дайын түрде қоссаңыз да болады. Бұл жобаға енді қызығушылық өте көп жақтан келіп жатқандықтан, жақсы пайдасы да бар болғандықтан, жүгіретін құжаттары да бар. Соған сабырыңыз шыдап өткізсеңіз, онда бұл жобадан нәтижесін көресіз, яғни жемісін жейсіз. Уақыт жоғалтуыңыз мүмкін, кішкене қаражат жоғалтуыңыз мүмкін, энергияңыз кетеді, жүйкеңіз кішкене жұқаруы мүмкін, бірақ бұл беттен қайтпай, соңына дейін барсаңыз, бұл жерден жеңіп шығуға 100% болады. Егер де отказ алып қалған жағдайда не болады? Отказ алып қалсаңыз, отказ алудың өзі бірнеше себептері бар. Сол себептермен жұмыс жасай отырып, қайтадан өткіземіз. Егер сіз отказ алып қалсаңыз, қорықпаңыз, қатемен отказбен жұмыс жасауды білмесеңіз, бізге жазсаңыз болады. Астында номер қалдырамын описанияда. Соған жазу арқылы ақылы түрде көмек ала аласыздар. Біз отказбен де жұмыс жасап бере аламыз. Сонымен қатар бізде дайын өнімдер бар. Бізден ақылы дайын өнімдерді алсаңыз да болады. Мысалы, Даму бала жобасына арналған нұсқаулық, қалай пошагово көрсеткен нұсқаулық бар.
неден бастау керек, қандай құжаттар керек, қандай лайфхактар, барлығы үтір нүктесіне дейін жазылған. Соны алып сол бойынша да поэтапно жұмыс жасасаңыздар болады. Кімге қандай құжаттар қажет, қандай құжаттар тізімі қажет, соның барлығы жазылған. Сізде қандай сұрақтар бар, комментарийға жаза кетіңіздер, жауап беруге тырысамын. Сіздерден тек қана лайк басып қолдап кетсеңіздер болғаны. Сау саламатта болыңыздар, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі қандай видео керек, қандай ақпарат қажет, төменге жаза кетсеңіздер, сіздерге қызықты тақырыпта, мен сол тақырыпта толықтай түсіріп салатын боламын.